Жаңа жыл шыршасы еліміздегі қуанышты және бақытты балалық шақ мерекесі. Ең алғаш Ресейде 1935 жылы 31 желтоқсаннан 1 қаңтарға қараған түні жаңа жылды тойлау әдет-ғұрпын 1 Петр патша енгізген. Сонымен қатар ол шыршаны басты жаңа жылдық шыршаға айналдыру керек деп бұйырған болатын. Ең алғаш шыршаны революцияға дейінде папье-маше ойыншықтармен безендірілген. Содан кейін шыршаларға космонавтиканың дамуы мен Юрий Гагариннің ғарышқа ұшуы 1960 жылдары жұлдыздар мен космонавттар ғарышкерлер формасында ойыншықтар сериясы шығарылды. Жалпы тарихымыздың барлық рәміздері осында жинақталған. Жаңа жылдық ойыншықтарда кеңестік белгілері болған. Жұлдыз, орақ және балға салынған шарлар бейнелейтін ойыншықтар. Көрмеге қойылған ойыншықтардың барлығы дерлік қолдан жасалынған. Олар қолөнер және жартылай қолөнер әдістермен шығарылды. Сондықтан егер олар бірдей пішінде болса да, онда барлық фигуралар қолмен және әртүрлі тәсілдермен, әртүрлі түстермен, әртүрлі оюлармен боялған. 20-50 жылдардағы құрастыру ойыншықтары сым арқылы шыны түтіктер мен моншақтарды құрастыру арқылы жасалды. Ұшақ, парашют, кулон, жұлдыз түріндегі ойыншықтар болған. 50-60 жылдардағы шыршаларды безендіру, ұя салатын қуыршақтар және балалар ойыншықтары да көрініс тапқан болатын. Орыс халық ертегілерінің кейіпкерлері колобок, шортанның бұйрығымен, сондай-ақ аңдар, балықтар, көбелектер, құстар, машиналар, кемелер, жұлдыз ойыншықтармен безендірілді. Жемістер мен жидектер түрінде ойыншықтар жүзім, таңқурай, құлпынай, шабдалы, лимон, ұлы отан соғысынан кейінгі жасалынған. Хрущевтің кезінде 60 жылдары ауыл шаруашылық ойыншықтары басым болды. Баклажан, қызанақ, пияз, бұршақ, сәбіз және жүгері барлық мөлшердегі және түрлі түсті құлақтар. Жаңа жыл үлкендер мен балалар жадында жарқын мереке болып қала беретіні сөзсіз.